Достар, сәлем. Сіздер видеоға лайк басып, арнаға жазылып жатқанда, мен де көп күттірмей әңгімемізді бастайын. Ендеше бастайық. Бір күні анам сәл ауырып қалған кезде, мен мен Мұхит екеуміз оңаша қалдық. Сол күні оның қандай адамға айналып кеткенін алғаш рет байқадым. Бұрын көзіммен көрмесем де, іштей сезіп жүрген бір түрлі сезімдер сол күні бетіне шыға бастады. Мұхит менің бала кезден бергі досым, біз бірге өстік, бірге ойнадық, сыр бөлістік, бірақ сол сәттен бастап арамыздағы қарым-қатынасы өзгере бастады. Ол бұрыннан сәл салақ, кейде ойланбай әрекет ететін адам еді. Бірақ сол күні маған деген көзқарасы ерекше мұқият, қамқор бола түскендей көрінді. Бір сәтте бір-бірімізге қарауымыздың өзі өзгеріп кеткендей болды. Оның көздеріне қараған сайын жүрегімде пайда болған сезімнің өзгешелігін өзім де түсіндіре алмадым. Сол күннен кейін Мұхиттың жанында болған сайын бір түрлі толқу сезімі пайда болатын. Оның не екенін, қалай екенін түсіне алмадым. Бірақ соған қарамастан, онымен бірге болу ішімдегі сол белгісіз сезімдерді жеңілдеткендей әсер қалдырды. Әр сөйлескен сайын сөздеріміз де өзгеріп бара жатты. Бұрынғы қарапайым әңгімелер енді терең мағынаға ие бола бастады. Сөздердің арасында байқамай-ақ бір-бірімізге жақындай түстік. Мұны мойындау оңай емес еді. Ішімдегі сезімдер күн сайын күрделене берді, бірақ мен әлі де оған бұл сезімдерімді айтуға балық таба алмадым. Тек көзқарасымен, қимылдармен оған жақындай түсуге тырысатынмын. Алайда бір кеште бәрі өзгерді. Сол сәтте мен өз сезімімді алғаш рет толық түсіндім. Ол түн біздің арамыздағы барлық нәрсені өзгертті. Тыныштық ішінде сөздің қажеті жоқ еді. Бірге болудың өзі, ортақ бір сәтті бөлісудің өзі, уақыт тоқтап қалғандай әсер қалдырды. Барлығы ерекше мәнге ие болды. Әрбір көзқарас, әрбір қадам, әрбір қимыл. Не айту керектігін білмесек те, сол сәттің ішінде бір ерекше байланыс бар еді. Кейде бәрі табиғи түрде өрбуі керек. Бұл да дәл сондай еді. Жай ғана самал желдей нәзік сезім оның жанында болған сайын ішімдегі күрделі ойларға мән беретіндей болды. Көздеріміз түйіскен сайын бәрінің дұрыс екенін сезіндім. Жүрегім қатты соғып тұрса да, уақыт баяу жылжып жатқандай еді. Ештеңе ашық айтылмаса да, сезім бар еді. Арамызда ерекше бір күш бар болатын. Біраз уақыт үнсіз тұрдық, бір-біріміздің жанында болудың өзі жеткілікті еді. Сезімдеріміздің тереңдігін сөзбен жеткізу мүмкін емес еді. Ішімдегі барлық сезім Мұхиттың көздерінде тоғысқандай болды. Кейде бір-бірімізге қаншалықты жақын екенімізді сезіну үшін сөздің де қажеті жоқ еді. Біздің арамыздағы байланыс енді тек өткеннің естелігі емес, болашаққа деген үмітке айналды. Бұл қарым-қатынас екі адамның бір-біріне деген терең сезімі мен құрметінің қаншалықты күшті екенін көрсетті. Енді бізге тек әр сәтті бірге өткізу, жаңа естеліктер жинау ғана қалды. Ал мен бұл жаңа бастаманың әкелетін барлық әдемі сәттерін асыға күттім. Иә, достар, тағы бір оқиғаның соңына жеттік. Видеоны лайк басып, арнаға жазылуды ұмытпаңыздар. Келесі видеода кездескенше сау болыңыздар.